Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан жасалған нан жасаймыз. Неке қараңыздаршы, көрінісінің өзі қандай әдемі. Ең алдымен бір стақан жылы суымызға жарты шай қасық ашытқыны, жарты ас қасық тұзды, бір ас қасық қантты қосып араластырып аламыз. Осы массаны ұнымызға құйып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Асқабақтан жасалған пюре. Осы пюренің жасалу жолы алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын. Төменге сілтемесін қалдырамын, жасап көріңіздер. Алдымен қасықпен араластырып алған ыңғайлы. Енді қолымызбен жақсылап нан илейміз. Менде шамамен ұн 450-500 граммдай. Осылай илеп аламыз. Ұнның кішкене көп қосылуы немесе аздау қосылуы ұнның тығыздығына байланысты. Егер қолдарыңызға жабысатындай болып жатса, ұннан салып жіберсеңіздер болады кішкене. Сұйық май. Басқа да видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Енді қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз көтерілді, қолға жабысады, қолымызды кішкене майлап аламыз. Қараңыздар қалай жақсы көтерілген. Енді ортасынан бөліп, екіге бөліп аламыз. Екі нан жасаймыз. Осылай ең алдымен дөңгелектеп аламыз. Бетін жауып, тағы да кішкене 15 минут, 20 минутқа қалдырамыз. Қараңыздар. Нанымыз тағы да көтерілді. Енді қолымызбен осылай жайып аламыз. Осылай ораймыз, қаттырақ бекітеміз, ашылып кетпейтіндей етіп. Енді нанның формасын қалай жасайсыздар? Өздеріңізге ыңғайлы форманы жасайсыздар. Не болмаса жай лепешка сияқты қалдыруға, батон сияқты, қандай нанның формасын атасыздар, солай жасай беруге болады. Неке осылай орап. Мен кішкене батон сияқты болғанын қаладым, сондықтан да осылай істедім. Жақсылап біріктіреміз. Ашылып кетпейтіндей етіп, жабысып тұратындай етіп, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Қараңыздар, 10 минутта нанымыз тағы да жайылған, міне. Байқасаңыздар, көлемі тағы ұлғайған. Енді жұмыртқаның сары уызымен бір ас қасық сүтті араластырып бетіне жағамыз. Барлық жеріне жағып шығамыз. Асқабақ дәнін себеміз. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, дайын болды. Көрінісінің өзі қандай әдемі. Төменге рецептін қалдырамын.
Ұнап жатса жасап көріңіздер. Кесіп көрсетемін. Жұмсақ. Жақыннан көрсетейін. Қараңыздар, өте жұмсақ. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.